Мне кажется, сол бір дұрыс емес шығарған сияқты, білімнен ғана емес деу керек сияқты. Ұлтқа қызмет ету білімнен ғана емес, мінезден деген. Бірақ менің ойымша, маған таңда десеңіз, біреуін ғана мен мінез таңдайды дедім. Әрине. Бірақ білімсіз мінез кейде даңғазалық болады. Ал мінезсіз білім кейде кімнің астындағы ол жұмыс істеп жүргенін түсінбей қаласың. Сіздерде Оппенхаймер деген фильм болды, Голливудтың фильмі. Сол атомный бомбаны жасаған адам ғой Оппенхаймер деген. Бізде Семейдегі бомбаны сияқты ақшта. Сол білімді адам ғой. Мінезді бар, білімді адам. Бірақ президент Труман шақырып алған кезде айтады ғой, Хиросимаға лақтырамыз ба, Нагасакиға лақтырамыз ба деп таңдап отырады қаланы бейді. Сол кезде бар, бір түйсігі түсінген сияқты болады. Мен ғылымға үлес қосып жатқан жоқпын. Я создаю оружие массового поражения. Я убиваю людей деген түсініп. Сезгендей болады, бірақ бәрібір оны жұтып қояды. Кейін оған Эйнштейннің бүйтіп айтатыны бар. Тебя используют и выкинут деген сияқты. Не үшін айтып жатырмын барлығын? Кейде білімді адамдарда дұрыс құндылық пен принцип болмаса, ол білім деструктивке жұмсалуы мүмкін. Білімнің барлығы тек қана ізгілікке жұмсалады деген сөз емес. Химиялық қаруды да ойлап тапқан білімді адамдар. Атом қаруында ойлап тапқан білімді адамдар. Менің ойымша, ең әуелі адамда ниет болу керек, дұрыс. Ниет болу керек. Мен ниетім қандай дегеннен басталады. Дұрыс құндылық болу керек. Соған сайын мінез болу керек. Осы Құдайдан қалған осы бір упаковкаңыз болса, базовый настройкаларыңыз болса, оны үнемі біліммен толтырып отыру керек.